Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін майник пирогын жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 500 мл жылы айранға бір-бірлеп 2 жұмыртқаны және де 2 қасық майонез саламыз. Олардың барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Блендермен шайқаудың қажеті жоқ, себебі маңызды емес. Айран мен жұмыртқа араласса болғаны. Негізі ингредиенттеріміздің барлығы жылы бөлме температурасында болған жөн, әйтпесе пирогымыз шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да бастысы айранды жылытып алғандарыңыз жөн. Содан соң бөлек ыдысқа еліктен өткізілген жарты стакан ұн мен 1,5 стакан мәни ұнтағын және 1 стакан қант салып, құрғақ ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Содан соң оның үстіне сұйық массамызды құйып, алдымен қасықпен, кейін венчикпен осындай консистенция болғанға шейін бұлғаймыз. Бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Ерітілген сары майымызға жарты қасық астоласын салып, дайын болған қамырымызға құямыз. Лопаткамен араластырып қойып қоямыз. Кейін форманы сұйық маймен майлап, қамырымызды құямыз. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Дайын болған пирогымызды қалауларыңыз бойынша қант ұнтағымен сәндеңіздер. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.